достар, сіздерге мен Бейсайжан Кезет және бүгінгі видеомыз 5 минуттық мектепке тағамдар деп аталады. Бүгінгі видеода мен 5-ақ минуттың ішіне, одан да тіпті аз бір 1-2 минуттың ішіне жасалатын тіс пасарларды жасайтын боламын. Олар өте оңай және де мектепте қоңырауда оны жеген өте дәмді болады. Егер сізге қызықты болса, арата қараймыз, сенше кеттік. Бірінші тағамымызға жүзім, банан және кішкентай шпажкілер керек. Шпажкілерге жүзім мен бананды тығып, бір сондай мини шашлыктар жасаймыз. Бұл шашлыктардың жақсы жері, олар дәруменге бай болғандықтан сабаққа сіздерге өте қатты күш беретін болады. Айтпақшы, олар өте дәмді. Кішкене ғана уақыт аралығында осындай өте дәмді сабаққа тіс пасар жасадық. Келесі тіс пасарымызға бізге бір нан тілімі және де жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды майда қуырып аламыз. Қуырылған жұмыртқамызды нан тілімінің бетіне қоямыз. Кейін сүйікті көкөнісіңізді үстіне бетіне қоямыз. Осындай сэндвич өте тойымды болып шығады. Келесі тіс пасарымыз адамның ойлау қабілетіне пайдалы кептірілген жидектерден тұрады. Бұл тағамға ештеңені дайындап керек емес, тек қана мейіз өрікті ланчбоксыңызға салсаңыз болды, бәрі дайын болады. Егер сізге осы менің тіс пасарларым, яғни 5 минуттық тағамдарым ұнаса, мектепке арналған, онда осы видеоға лайк басып жіберіңіздер, және де сіздерге айтарым, мен Instagram аккаунтымда күн сайын өте қызықты видеолар, фотолар шығып отырады. Ол жерде бар қызықтың бәрі сол жерде. Сондықтан қызықтан қапы қалмас үшін дәл қазір тіркеліп кетіңіз. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Сау болыңыздар.